Барлықтарына сәлем, мен Сұлтан Қазақбел, және бүгін өзімнің жаңа видеомды жазып отырмын. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі тақырыбымыз, егер де грантқа все-таки менің 8 түсу жолын айтқан жолдардан бөлек түсе алмай қалсаңыз не істейміз? Бұл нәрсе менің ойымша өте көп адам мазалауы мүмкін. Себебі грант деген сан шектеулі, мысалы бар общий гранттар 16 000 болуы мүмкін, максимум 20 000 дейікші, акимский анау гранттар қосқанда. Ал түлектердің саны барған сайын көбеюде, яғни 100 000, өткен жылы 22 жылы неше болды? 120 000 абитуриент болды. Сол 20 000 адамның бәрі грант ұтып алу мүмкін емес. Ал олар не істейді? Әрине, олар либо платка оқу керек, либо колледжға бару керек. Мен қазір бәрін дұрыстап түсіндіремін. Ең бірінші жол, мен сіздерге айтарым, тек қана грантқа түсем и все деп вообще басқа жолдарын қарастырмау, ол үлкен қателік. То есть мен образовательный центрға барып жүрмін, 1 жыл дайындалдым, значит, все, мен түсемін. Мен 100-ден жоғары балл алдым, все, мен түсемін деп дым уайымдамай жүре беру, ол да дұрыс емес. Себебі өмірде кез келген жағдай болып жатады. Мүмкін шектік балл осы жылы көбейіп кететін шығар. Немесе сіздің ентіңіздің балы жойылып кетуі мүмкін, егер де қандай да бір заң бұзушылық жасасаңыз. Ол кезде не істейміз? Депрессияға ұшырап, апатия болып, стресс, паника жасап керегі емес. Бұл нәрсеге алдын ала дайын болыңыздар. Сол үшін мен қазір оқушылар көріп отырсам, немесе оқуға түспей қалған студенттер көріп отырса, мен сіздерге айтарым, все, что не делается, к лучшему. Сол үшін ондай нәрседен сақ болыңыздар, өздеріңізді құрдымға кетірмеңіздер. Барлық нәрсе ол сіздің солай болу керек деген сөз. Бір есік жабылса, қалған 10 есік ашылатынын ұмытпаңыздар. Грантпен ешқандай тағдыр шешілмейді. Сол бірінші бұл нәрсеге психологиялық тұрғыда алдын ала дайын болыңыздар. То есть ата-анаңызбен сөйлесіңіз, егер мен грантқа түспей қалсам не істеймін? Немесе мүмкін басқа жолдарын ұсынатын шығар ата-анаңыз. Кейбір әйелдердің ата-аналары айту керек, жоқ, грант болмаса все, конец света. Но ондай жағдайда да ата-анаңызбен спорт етіп, ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Просто өзіңіз үшін түсініңіз, біліңіз, басқа да жолдары көп екенін. Өйткені мен сіздерге айтып берейін. Енді екінші жолын сынайық. Мүмкін сіздің ата-анаңыз қағазым кетіп жазады. Платный оқуға сіздерге шанс, то есть платный оқыта аламыз деуі мүмкін. Ондай жағдайда енді, конечно, вам будет легче, но оны естіп алып, расслабься етіп, олай жасаудың қажеті жоқ. Өйткені 1 жылдық жақсы мамандық, жақсы универдің бағасы кем дегенде 600, кем дегенде. Ал престижныйлары где-то 1 200 000 болады бағасы. Сол үшін бұл нәрсеге селқос қарамаңыз. Сізге беріліп тұр, мүмкіндік беріліп тұр. УБТ-ны тегін балл алып, тапсыруға мүмкіндік беріп тұр. Ол мүмкіндікті жіберіп алмаймыз. Мен всегда айтам, мүмкіндік болса, оны ұстап қалыңыздар. Міндетті түрде қолданып көріңіздер. Мүмкін ол сіздің бір бағыңызға деген, бақытыңызға деген бір жол шығар. Келесі, платныйға оқытамыз десе оқытады, оқытпаймыз десе ничего страшного. Немесе ата-аналарыңыз жағдайларын ойлап қиналғыңыз келмесе, онда басқа да варианттар бар. Просто оны қолдана білу керек. Келесі, ол рассмотреть другие гранты дейді. Рассмотреть другие гранты мен сіздерге ссылкасын қалдырып кетейін. Алдыңғы видеомда мен 8 түрлі грант түрін айтқанмын. То есть қалай грантқа түсуге болады. Бірақ бір несі біліп отыратын дүниеңіз, грантқа тапсыру осы жылға белгілі бір уақытқа да, оның өзінің дедлайны болады. То есть көбінесе гранттар 15 августқа дейін жабылады, немесе 25 августқа дейін. Вот.
негізі 15 августқа дейін. Сол үшін алдын ала вот сразу гранттардың түрлерін біліп танысып алған дұрыс. Кейін өзіңізге оңай болады. Мүмкін сіздің грантыңыз общий грант емес, вообще ректорский или акимский грант шығар. Келесі gap year. Gap year дегеніміз бір жылдық демалыс. Бұл яғни сіз түспей қалсаңыз ештеңе етпейсіз. Сіз бір жыл өзіңізге уақыт арнасаңыз болады. Бұндай жағдай тіпті Америкада жақсы таралған. Ол жерде білесіздер, Америкада көбінесе гранттар бере бермейді. Гранттың саны шектеулі біздікі сияқты. Сондай жағдайда мысалы мектепті бітіріп, олар өздері бір жыл демалыс жариялап, өздеріне тіпті специальный грантқа тапсырмай бір жыл демалады. Вот настоящий люди. 11 жыл оқып резко 4 жылға көшіп кеткен қалай, ал бір жыл демалып алып өзіңнің ресурсыңды жинақтап, сосын барып үлкен білімге қарай қадам басқаның қалай. Оны да ойлап көріңіздер. Бұның ешқандай ұяты жоқ. Басқаларының пікірін ойлап, миыңызды ашытпай қойыңыз. Біреу сізге грант бермейді, біреу сізге ой, мынау грантқа түспей қалды деп айтар, бірақ та ешкім сізге оны ұмытып кетеді. Всем все равно на тебя. Мен всем похуй деп айтқым келген. Но шынымен де похуизмді қосып қойыңыз, пофигизм, все классно, тогда будет легче жить. Келесі сдать документы за рубеж. То есть зарубежный гранттардың өзінің семестрлар болады. Қысқы семестр, жаздық семестр. Сол кезде сіз мысалы жарты жыл дайындалып шетелге тапсырсаңыз болады грантқа. Мен айтқанмын, өтінем univera.co деген сайтқа кіріңіздер. Олар специальный агентство, өздері көп услугалар ұсынады және тегінде көп жақсы ақпараттар беріп отырады. Тіпті олардың международный выставкасында, университеттердің выставкасында ұйымдастырып отыратынын мен білемін. Мен оған онлайн қатысқанмын, өте күшті өткен. Әр түрлі мемлекеттердің 60-ға жуық мемлекеттен адамдары Zoom арқылы қосылып, өздерінің кеңестерін айтқан. В общем, классно было. А еще они мне дали дополнительные информации, как надо делать, книги дали, IELTS-қа подготовка туралы курс сияқты, бірақ қысқа тренинг сияқты өткен, сабақ өткен бізге. Мен үшін үлкен тәжірибе болды. Және подготовиться еще раз кәнті. Бұл да мен көп адамдарды білемін, өзім таныстарымның. Бірінші жылы түспей қалады, екінші жылы тапсырады. Тіпті өзімнің анам бір емес, екі емес, үшінші ретінде енді тапсырып түскен. Мен мамама просто респект. Просто потому что она не сдалась. Ол тек қана бір вузды белгіледі. Тек қана бір вуз. То есть сол жерге ата-анасы рұқсат берді, сол жаққа ғана, өздерінің жандарындағы бір университетке ғана рұқсат берді. Ол ата-анасының таңдауына қарсы шықпай, өзінің ата-анасының қасында болу үшін енді өзінің себептері бар ғой. Оны айтып жатпаймын. Жалпы сол бір универге, бір мамандыққа қайта тапсырып, өзі шыңдалып, ничего страшного, бітіріп отыр. Қазір міне біз Астанада тұрамыз, өзінің сүйікті мамандығында қазір университетте жұмыс жасап жүр, мұғалім ретінде. Мен өзім анамен мақтан тұтамын. Вот, енді сонда біз НТ-ға дайындалудан қорықпаймыз. Сізде бір жылдық опыт бар, екінші жылы сіз одан да күшті қылдырып дайындалып, түсіңізге мүмкіндігіңіз көбейеді. Енді ол жыл түспей қалсаңыз, білмеймін, енді басқа жолдарын қарастыру керексіз. Тек қана НТ-ға дайындалып, тек қана НТ тапсыру екінші жылы, соған ғана үміттену, ол да дұрыс емес. Өйткені сіз уже бір жылыңызды артқа тастадыңыз. То есть сізге уже басқа да варианттарды қарастыру керек. Қазір мүмкіндіктердің заманы. Сіз қосымша
мен айта кеткенмін, Түркия бурсалары, Назарбаев университеті, Италия, Америка құрама штаттарына тапсырып қойсаңыз болады. Ол жерге бар болғаны өзіңіздің документтеріңізді тапсырасыз, және экзамен керек болса экзамендер тапсырасыз, ол жаққа барып жатпайсыз. То есть все через онлайн, өте оңай. Және агенттіктерге жүгінсеңіз болады. Агенттіктер енді гарантия беру мүмкін, 100% түсесіз деп, но проверенный, өзінің сертификаты бар, өзінің лицензиясы бар, сондай бір жақсы отзывта жинаған тұрақты агентстволарды көрсеңіз болады. Мен жаңа сізге айтып кеткен univera.co деген агентство. Ол агентство мен сенемін. Оның құны $1000 болады, бірақ айтады, сіз точно түсесіз деп гарантия бере алады. Және көптеген результаттар бар. Рынокта 6 жылдан ба, 6 жыл вроде сондай жүр. То есть тұрақтылық байқалады. Келесі, работать для себя, сделать всю условия на следующий год. То есть сіз gap year алдыңыз делік. Бірақ gap year деген ол көбінесе демалу, яғни ешқандай жұмыс жасамайсыз, бәрі өзіңіз үшін просто демаласыз. Ал енді менің айтып отқаным жұмыс жаса өзіңіз үшін. Білмеймін, кез келген бір жұмыс алуға болады, образование талап етпейтін. Мысалы, официант болып көріңіз, сатушы болып көріңіз, немесе онлайн жұмыс жасап көріңіз. Сол жұмыс арқылы өзіңізге ақша жинақтап, барлық гаджеттеріңізді түгендеп алыңыз, киім кешегіңізді түгендеп алыңыз, чтобы келесі жылы ол проблемаға оралмас үшін. Мысалы, ноутбук және жақсы телефон менің ойымша студентке өте қажет. Кейін жұмыс жасағанда да қолдануға оп-оңай болады. Ноутбук в первую очередь. Менде қазір өзім ноутбукқа деп цель қойдым. Сол цельге жетуге тырысамын. В общем, сол өзіңіздің жағдайыңызды бірінші орында жасап алыңыз. Немесе отбасыңызға көмектесіңіз. Өзіңізді ұмытуға болмайды. Сперва өзіңіз, сосын басқалар. Сіз жаман болсаңыз, сіздің денсаулығыңыз немесе көңіліңіз толмаса, басқаларға да ештеңе бере алмайсыз. Келесі, уделить время на развитие. То есть өзіңіздің дамуыңызға, өзіңіздің жетілуіңізге барынша көңіл бөліңіз. Өйткені өзіңіз алдыға жылжымайынша керемет ештеңе болмайды. Курстарды өтіңіз. Қазір өте көп курстар. Жақсысы да бар, керек емесі де бар. Курс деген жетеді. Өзіңіздің қызығушылығыңызды анықтаңыз, хоббиіңізді анықтаңыз, сол бойынша курстан өтіңіз. Бұл сізге көп пайда береді. То есть зияны тигізбейді ешқандай. Ағылшын тілі керек болса, сізге ағылшын тілін оқыңыз, IELTS-қа дайындалыңыз. IELTS-ды айта беремін, өйткені ол международный сертификат. Кез келген жерге оқуға түссеңіз, сізге үлкен плюс болады. Тіпті IELTS-тан 6-дан жоғары балл алсаңыз, ұбт-да сіз ағылшын тыңдаған болсаңыз, автоматически сізге 45 баллды қойып береді. То есть общий баллды қойып береді. Это очень круто. Сол үшін курстарға қатысып, өзіңіздің дамуыңызға көңіл бөліңіз. Ал соңғы емес, өзіңіздің ісіңізді бастау деп айталады менің келесі пунктім. Ол, яғни бизнес саласын айту болып тұр ғой. Бизнесті бастау оңай шаруа емес. Оған уақыт керек, тұрақты қадағалап отыру керек. Сол үшін, егер де оқуға түспей қалсаңыз, сізде сол уақыт болады. Және табыс көзін табуға мүмкіндік болады. То есть сіз өзіңіз ұнатып жүрген салада
можете проявиться, кстати. Мен өзім қатысқан бизнес-инкубатор өзгеріс деген компания бар. Сол жерге қатысқанмын. Ол жерде бизнесті қалай бастау керектігін, қалай жасау керек, клиенттерді қалай тарту керек деген тақырыптарда жақсы кеңестерін берген, тіпті гранттарды береді сізге, 50 000 теңгенің мөлшерінде. Вот. Сондай жерлерге де қатысып көріңіз. Білмеймін, қазір ол істемей ма, көріңіздер. Менің айтуым парыз, оны ары қарай алып кету ол сіздердің шаруаларыңыз. То есть на ваше усмотрение. Енді ең соңғы вариант, енді болмай бара жатса, вы не хотите терять свое время, вы не хотите работать, вы хотите обучаться, өзіңіздің сверстниктарыңыздан қалып қалғыңыз келмейді, но платкаға да түсе алмайсыз. Вот сондай жағдай болса, көбісінің таңдайтын, көбісінің айтатындары колледжға түсу. Это, я думаю, самый последний очередь болу керек. Өйткені колледж ол колледжда грант көп, конечно, грантқа түсе аласыз. Я уверена. Өйткені қазір колледждарда тегін білім алу дегенді енгізіп жатыр, менің білуімше. Бірақ та колледжға баруға асықпаңыз, өйткені сіз 2 жылыңызды кетіресіз босқа. Және ол прям базовый. То есть 11-ші сынып 2 жыл оқыдық қой, 9-дан кетіп қалды ғой. Сол оқушылардың деңгейінде, кішкентай өзіңізден 2 жыл кіші оқушылардың деңгейінде білім алу қиынырақ болады деп ойлаймын. Және сіз колледжді бітіре салып, мысалы мектепке орын алса алмайсыз, мұғалім болсаңыз, сізде обязательно высшее образование болу керек. Вам придется университетте оқу, бәрібір ОБТ или платный арқылы оқисыз. Вот какая разница? Лучше сіз 1 жыл өзіңіздің энтіңізді көтеріңіз, немесе шетелге түсіңіз. Білмеймін, сондай мүмкіндіктерді қарастырыңыз. Постарайтесь колледжға түспеуге, я так думаю. Енді ол андай басқа узкий специалисттер болады ғой. Мысалы, тігінші, стилист или механик, білмеймін енді, сондай бір специалисттер болса, шаштараз деген кішкене оңайырақ, үйренуі тез мамандықтар болса, онда, конечно, классно. Онда колледжға спокойно істей беріңіз. Өйткені сіздер колледжден кейін жұмыс тауып кете аласыздар. Ал более обширный сферадағы мамандықтарға, менің ойымша, оларға міндетті түрде универді бітіру керек. Универді бітіргеннен магистратураны бітір деп талап етеді. Егер магистратура бітірсеңіздер, сіздерге ақша қосылады. Сол үшін қандай неше жылыңыз кетеді? 4 жыл колледжде оқисыз, 3 жыл универде оқисыз, 2 жыл магистратурада оқысаңыз 9 жылыңыз кетеді. Я думаю, это не вариант. Лучше пожертвовать 1 год и өзіңіздің сүйікті мамандығыңызға өз уақытында барғаныңыз дұрыс. Менің айтарым осы. Көргендеріңізге көп рахмет. Міндетті түрде тіркеліңіздер. Білесіздер ма? Денежное мышление, денежный потокты ашу үшін дейді. Мен жаңа ғана естідім, инсайт бұл. Онда бір нәрсені беру керек дейді. То есть өзіңіз бересіз, аласыз. Что-то даете, чтобы взять, чтобы получить. Енді менің случайымда сіздер YouTube каналында кері байланыс ретінде, поддержка ретінде және өздеріңіздің алыстарыңыз ретінде маған тіркеліп, лайк басып, жақсы комментарийлар қалдырып кете аласыздар. Ал мен көбірек күшті видеолар саламын. Сіздерге қандай тақырып қызықты, қандай сұрақтарды білгілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен келесіде бұл ұсыныстарыңызды қабылдап, сол бойынша күшті видеолар түсіремін. Сол үшін достарыңызбен бөлісіңіздер. Еще у меня такая идея. Стористарыңызға репостните, пожалуйста. Давайте вы сделаете скрин, если что, с сердечками.
и өздеріңіздің отзывтарыңызды, впечатленияларыңызды, қандай жаңа нәрсе үйрендіңіздер, қандай жаңа ақпарат алдыңыздар, соны инстаграмда нетіңіздер, белгілеңіздер. Мен сосын сіздерді тоже отмечать етемін. Люблю вас. Пока.